Закладчиктердің жазасын жеңілдету керек. Осындай ұсынысты ішкі істер министрі Ержан Сәденов айтып отыр. Бас полицейдің ойынша, егер есірткі таратушылар тергеу кезінде кімнің пәрменін орындағанын айтып белсенді жұмыс істесе, ол адамды жауапкершіліктен босатуға болады. Егер қылмыс бірінші рет жасалса, сондай-ақ кінәлі тергеу органдарымен белсенді жұмыс істесе, есірткі өткізушілерді жауапкершіліктен босату мүмкіндігі қарастырады. Мүмкіндікті пайдалана отырып, мәжіліс депутаттарын осы түзету қолданыстағы заң жобаның аясында қарастыруды сұраймын. Ал депутат Снежанна Имашева есірткі мафиясына полицейлердің де қатысы бар деп мәлімдеді. Тіпті түзету мекемелері мен төтенше жағдай қызметкерлері де есірткі таратушылармен ауыз жаласқан дейді депутат. Оборотни в погонах. Возмутительно, но факт, что сами сотрудники полиции бывают причастны к незаконному обороту наркотиков. Ни для кого не секрет, что сами борцы с мафией сами же ей и помогают. В этом году за торговлю и хранение наркотических средств были задержаны 11 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Это сотрудники миграционной полиции, руководители и уполномоченные самих управлений по борьбе с наркобизнесом при департаментах полиции, сотрудники УБОП, сотрудники исправительного учреждения МЧС и военные. Такие факты недопустимы. И как в случае с коррупцией, начальники и руководители таких оборотней тоже должны привлекаться к ответственности, понижаться или увольняться с должности. Прокурорлардың есебінше Қазақстанда нашақорлар саны 150 мыңға жеткен. Дүниежүзілік статистикаға сәйкес 10 нашақордың біреуі ғана оңалтудан сәтті өтеді екен. Айта кетейін, бүгінде Қазақстанның түрмелерінде есірткі қылмысы үшін 4 мыңнан астам адам жазасын өтеп жатыр, ал оның көбі жастар. Енді закладчиктердің жазасын жеңілдету шешімі әуелде айтқан сандарды азайтуға септесе ме? Оны өмір көрсетеді.